Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Эльмира Мажитқызы. Бүгінгі дайындаған ерекше тағамым үйдегілерге қатты ұнады. Сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Сол себепті осы видеоны соңына дейін қарап, рецептпен сіздерде дайындап көрсеңіздер болады. Ең алдымен ыдысымызға тартылған етті және блендерден өткізілген сәбіз, жуа картопты саламыз. Татымына қарай қарабұршын қосып, тұзын қосып, қолымызбен әбден араластырып қоямыз. Одан кейін ыдысқа 4 жұмыртқаны құйып, бір ас қасықтай сұйық май және тұзын қосып, оны да араластырып қоямыз. Және блинный пісіріп жүрген табамызға түбіне кішкене сұйық май жағып, бір-ақ рет жақсаңыздар болады. Және қызып тұрған табаға жаңағы араластырып қойған жұмыртқаны бір ожаудан құйып, екі жағын аударып отырып пісіріп аламыз. Міне осындай болып барлығы қызарып пісті. Және дайын болғаннан кейін жаңа дайындап қойған етімізді осылай қолымызбен осындай формаға келтіріп, жұмыртқаның ішіне салатын боламыз. Жұмыртқаның ішіне салып, екі жағын бүріп, барлығын орап-орап дайындап аламыз. Осы кезде духовканы астын жағып қыздырып қоямыз және гарнирге күрішті суға қайнатып, астын бұқтырып, оны да дайындай береміз. Міне барлығын орап, осылай қылып дайындап алдық. Одан кейін жаңағы духовканың ыдысына пергамент қағазын төсеп, барлық жұмыртқаны соның үстіне қоямыз. Одан кейін үстіне кәдімгі сармайдан кішкене бөліп, барлығының үстіне қойып шығамыз. Менде 4 жұмыртқадан осындай 7 шықты. Сіздер өздеріңізге неше жұмыртқа ыңғайлы, соған сонша жұмыртқаны қосып, араластырып, осындай блинный пісірулеріңізге болады. Міне духовкаде 45 минуттай болады. 45 минуттан кейін алып, жаңағы күрішімізді қосып, қапталына жұмыртқаны және дүкеннің қаймағын, мен подливаны тек жуадан жасадым. Және әдемілеп безендіріп, осындай соуспен безендіріп қойсаңыздар болады. Міне дайын болды. Өте тәбет ашатындай ерекше тағам. Енді мына жұмыртқаны кесіп, ішін көрейік. Міне ішіндегі еті де бәрі де пісіп, өте ерекше болып тұр. Ас болсын.